Хей достым, видеоны бастамас бұрын мен сіздерге Хан деген баланың арнасын ұсынғым келеді. Сіздер бұл жерден керемет ойындарға летсплейлер және керемет видеолар көре аласыздар. Кіріп көргілеріңіз келсе, сілтемесі төменде. Броғылы жағдай, сіздермен бірге Хусейн Эйдістер. Бүгінгі видеода біз қандай ойын ойнаймыз десеңіздер, бүгінгі видеода біз деген симулятор қандай ойын еді, общем шынымен де қандай ойын еді. В общем, достар, қазір біз қандай ойын ойнаймыз десеңіздер, симулятор уборщика дейтін ойын ойнайтын боламыз. Егер осы видео көп лайк жиналып отырса, жалғасын түсіретін боламын. Ал әзірше әлі деппін ғой, видеомызды жалғастыра береміз. Кеттік достар. Бұл жерде бұл ойынның шарты, яғни мынандай қан болып жатыр, талқан шашылып жатқан жерлерді жинауымыз керек. Мен одан сайын шаңғылып отырмын. В общем, сүртіп тастаймыз. О, міне сразу сүртілді. Мынаны сүртіп тастаймыз. Мынаны былайынан давай сүрт. Бізге сосын және достар, мына ойын қатып жатса кешіріңдер. Вообще мен бір ойын жазып отырмын. Сол ойын жазылып жатқаннан кейін қатып жатыр. О, міне мынаны апарамыз. Екіні бассаңыздар, өйстіп қолмен кәдімгідей күшті ойын. Жалпы өздеріңіз жазып алыңыздар. Сосын батырамыз. Мынаны істейміз, мына жақты тазалаймыз. Достар, қатып жатқан сияқты ойын. Қатты жатыр. Өйткені мен бір ойын жазып отырмын. Бұйыртса сол ойыннан летсплей жасайтын боламыз. Мынаны істейміз. Мынаны лақтырып тастаймыз. Мынаны лақтырамыз. Сосын сүртіп аламыз. Сосын мынақты сүртіп аламыз. Сосын тазалап аламыз. Тағы тазалап аламыз. Сосын мынақты тазалаймыз. Достар, бүгінгі видеода бүгінше іштерін тек осы сыртқы даланы тазалайық, болды. Іштерін келесі видеода тазалайтын боламыз. Там сүртіп тастайық. Кеттеген суға батырып келейік. Мына жақты сүртіп тастайық. Мына қан болып отыр. Мына жақта біреулер қырылған ба, солай. Енді мына жақта тағы бір адам жатыр. Көт, мынау не зат? Зажигалка. Ұстап алайық. Қаяққа бір жерге қойып қойып, бізге керек болар. Мына жаққа қойып қойып. Флешка ма, не зат анау? Сондай зат. Мен шелекті алып келетін болдым ғой. Мына ойын жаман қатып жатыр достар. Жалпы мынау мен пікім слабый. Сондықтан осы ойын енді слабый пікіларға кішкене қатады жалпы. Өздеріңіз
өзіңіздің видео түсіріп ойнасаңыздар қатпайды, просто менде бандикамен түсіріп отырмын, сол қатып тұрған шығар. Еще бір жағынан ойын жазып отырмын. Сіздердің компьютерлеріңіз нашар болса да бұл ойын қатпауы мүмкін, яғни бандикам қолданбасаңыздар. Артым қан болып келді. Достар, бүгінше осы жерден аяқтап тастайық та, келесі бөлімде осы іштерін тазалайтын боламыз. Іштері әлі көрдіңіздер ме, қалай талқан шығып жатыр, сол жалғастыратын боламыз. Ал достар, осы видеоны ұнаса лайк басып арна тіркеліңдер, және менің ВК группама және Инстаграм парақшама тіркеліңдер. Ал сау болыңдар.